Ақ жусан аюқлақ шөптері тау беткейінен теріліп, лабораторияда кептіріліп дәрігер Маралбай Сүлейменнің алдына осы күйінде келеді. Ол шөппен айналысып жүрген дәрігерлер әулетінің 4-ші тұяғы. Әуелі дәстүрлі медицинаға ат басын бұрғанмен, уақыт өте келе ата кәсіпті қолға алып дөңгелетіп отырғанына 10 жыл толды. Маралбай бала шағынан әкесінің шөпті қайнатып түрлі ауруға ем-дом ретінде қолданғанын көзі көрген. Сондықтан емделудің бұл тәсілімен етене таныс. Дәрігердің сөзіне сенсек, шөптің дәріханадағы антибиотиктерден артықшылығы. Шөп бір ағзаны емдеймін деп, екіншісін ауыртпайды. Аурудан құлан таза айықтырады екен. Барлық ауруды емдеуге болады деп айта аламын. Өйткені енді қазір қиын, көп кездесетін, мысалы, өтінде тасы бар кісілер бізден операциясыз сол шөптерді алып ішіп, 1-2 ай ішінде өтіндегі тастар кетіп жатады. Мысалы, өкпе аурулары, бауыр аурулары. Өнімге, мысалы, қазіргі таңда мынау бала көтеру мәселесімен көп кездеседі ғой. Сол кісілер көп келіп, жаңағындай соның нәтижелерін алып, ер адамдардың спермограммасының төмендігі, соны жаңағындай көтеруге арналған арнайы шөптер бар. 76 жастағы әженің Маралбай дәрігердің алдына алғаш келуі. Бұған дейін талай аурухананың табалдырығын тоздырып, дертіне ем іздеген. Ақ халаттылардың тізіп берген дәрі-дәрмегін ішіп келгеніне міне 30 жылға жуықтаған. Онысы еш нәтиже бермеген соң, әже енді шөппен емделу тәсілін байқап көрмекші. Емделушіге сұрақ қоймастан Маралбай әуелі тамырын басып, ағзасындағы барлық ауруын атап берді. Оның нұсқауына сәйкес енді әже буын ауыры, қан тамырлары жұмысын ретке келтіру үшін шөппен емделеді. Барлық больницаға қаралдым, давление, жүрек, сол суставтарым бәрі ауырды. Енді больницаға да рахмет, осынша уақыт келдім, дәрісін іштім. Енді мына естігеннен кейін өзіміздің ата-бабамыздың қолданған шөбі біздің өзіміздің жерімізден екен, соны келіп енді мен де көрейін деп бүгін келгем. Рахмет, барлық ауруымды көзбен көргендей айтып берді. Бұл бөлмеде медициналық орталықтың шөп қоры бар. Сұр жыланның, бақа, тіпті жарқанаттың кептірілген терісі емдік шөпті әзірлеуде қолданылады. Олардың сауықтыру қасиетін дәрігер қытайлық кітап жинақтарынан аударып оқып білген. Елдегі бұл емдеу тәсілінің қарқынды дамымауы арнайы оқулықтардың тапшылығынан болса керек дейді. Жауын жауғаннан кейін шығатын құрт болады. Оны көбінде, мысалы, бұрын қазақтар жаңағы қан қысымына ауруына сүйенгенбіз. Қазір көп кездесетін жаңағы қалма ауруларына біз көп істетеміз. 65 жастағы емделушінің тізесі мен белі ауырады. Осы жаққа келгелі айтарлық нәтижені байқаған. Енді емдеу тәсілі ағзасына жағып екінші рет қайта келіп отыр. Тура қойған диагнозға байланысты шөп дәрі өте жақсы көмектеседі екен. Содан енді қазір ішіп, курс лечениесін алып ішіп, жақсы болғаннан кейін қайта келіп отырмын. Орталық бүгінде 30 түрлі ауру түрін табиғи шөп дәрімен сәтті емдеп жүр. Қазақтың дәстүрлі тәсілмен емдейтін маман отасыз-ақ дерттен айығуға болады дейді.